Сөз депутат Леохан Бекболат Қанайұлына беріледі. Рахмет, қадірлі Нұрлан Зайроллаұлы. Қазақстан Республикасының бас прокуроры Асановқа бағытталған менің депутаттық сауалыма мынандай жағдай себеп болып отыр. Жалпы өз сауат деген нәрсе бар, білім деген нәрсе бар. Біз әлем халықтарының сауаттылық рейтингінде 11-ші орында тұрған ел екенбіз. Шүкір, біздің 99,6% халқымыз әріп таниды. Ал білімдіміз деп айтыламыз ба? Мысалы, қаржылық білім тұрғысынан жоқ айта алмаймыз. Себебі жыл сайын жаңа атпен шығатын қаржылық пирамидаларға бар тақпанын салып, одан опық жеп, ақшасы күйіп, инсульт алып, несін жаба алмай ағайынмен кетіп жатқан адамдар көп-ақ, өте көп. Мына сайлаушыларымыздың тарапынан болып жатқан талап осыны жеткізуді бізге аманаттап тапсырды. Бұны айтпасымызға болмады. Биыл Questra World дейтін қаржылық компанияның дақпырты жүріп тұр. Аңқау қоғам олардың сен инвесторсың дегеніне сеніп, жиған терген бар ақшасын сонда салып жатыр. Көлік алуға, үй алуға, бизнес ашуға деген жинаған қордағы қаржының бәрін осы компанияның шотына салады да, одан аз уақытта пайда көрем деп алданып отыр, және алданғалы жатыр. Осы Questra тақылеттес Қазақстандағы компанияның орта деңгейлі менеджерінің өзінің астына келіп қосылғандар 12 миллион доллар жинап беріпті. Біз толық көлемде ақшаның көлемін біле алмаймыз, ол қисап жоқ онда. Енді осы Questra секілді компаниялар өздерін Испанияда орналасқан дегенмен, негізгі мекен-жайы Виргин аралдары секілді офшорларда орналасқан. Айтайын дегенім, қаншама халықтың ақшасы шетелге асып, ізғайым жоғалып жатыр. Бұған кім жауап береді? Онсыз өзі кризис болып жатқан кезде әр азамат өз қолымен ақшаның дефицитін жасап жатыр. Бұл компаниялардың бәрі заңсыз. Қазақстанға бір тиын салық төлемейді. Шетелдіктер бізге ақша бермейді, бізден ақшаны алып кетіп жатыр. Осыны түсінуіміз керек негізі. Бұған дейін де Helix, Dels Capital, Indigo деген секілді компаниялар болды. Пайдан табасың, тек ақшаңда келсең болды деді, миллиардтаған теңгені халықтан жинап алды, жабылып қалды. Солардың соңынан тергеу жүргізген біреу бар ма? Бар болса, неге оны әшкересін шығармаймыз? Дәл осы сәтте Questraға ақша салу үшін кредит алып, ломбардқа алтынын өткізіп, көлік үйлерін сатып жатқан адамдар көп. Әніміне дегенде енді Questramызда жабылып қалады, түсінікті, үрленген шар секілді жарылады. Ақырында инсульт алған, инфаркт алған ағайын қалады. Сосын кім жаман, үкімет жаман болады. Себебі бұндай қаржылық компанияларды тексеру керек еді, тоқтату керек еді, халықты қаржылық сауаттандыру керек еді, дейді. Дұрыс қой, дұрыс. Қазір Қазақстанда өзі жұмысқа қабілетті 8,9 миллион халық бар десек, 15-ші бұл сан 9 миллионның үстінде болатын. Жыл сайын түсіп келе жатқаны бар. Бұған да ойлану керек негізі. Былтыр осы халықтан 5 миллион 100 мыңның кредиті болған банктен. Енді осылардың ішінен 1 миллион 100 мыңы кредитті қайтаруға қиналған. Берешегі 1 триллион 2 миллиард теңгеден асып кеткен. Айтайын дегенім, халық онсыз да кредит алып, қарыздың қамытын киіп, қиналып жатқанда мынадай қаптың түбін тескен шетелдік алаяқ қаржылық компаниялардың ісін тезірек бақылауға алу керек. Сосын тоқтату жағын қарастыру керек. Осы депутаттық сауалға жауапты заңнамада белгіленген мерзімде берулеріңізді сұраймын. Рахмет. Рахмет.